Англиядағы өнеркәсіптік төңкерістің аяқталуы. Өнеркәсіп төңкерісінің маңызды нәтижесі индустрияландыру болды. Англияның экономикалық географиясын өзгертті, тауарлардың жекелеген түрлерін өндіруге мамандандырылған жаңа өнеркәсіптік аудандар пайда болды. Өнеркәсіп төңкерісі паровоздың жасалуымен аяқталды. Англия дүниежүзілік шеберханаға айналды. Лондон әлемдік сауда орталығы болды. Индустриялы қоғамға өту үрдісін модернизация деп атады. Бұл қоғамға машина техникасын негізделген өнеркәсіп, нарықтық экономикалық қалыптасуы, шаруашылықтың белсенді түрлерінің таралуы, қоғамның таптық құрылымының пайда болуы болды. Жаңа буржуазия 19 ғасырда мемлекеттердің экономикалық және саяси өмірінде буржуазия өзін таныта бастады. Орта тап 19 ғасырдың соңында елеулі құбылыс ретінде орта таптың қалыптасуы болды. Олар инженерлер, өнертапқыштар, дәрігерлер, оқытушылар, офицерлер, заңгерлер бірікті. Жаңа жұмысшы табы 19 ғасырдың екінші жартысында өнеркәсіптің қарқынды дамуына байланысты қоғамда жаңа жұмысшы табының қалыптасу үрдісі байқалды. Бұл таптың әлдеқайда қамтамасыз етілген бөлігі білікті жұмысшылар құрады. Оларды жұмысшы аристократтар деп атады. Олар техникалық білімді бар мамандар болды.